Баршаңызға қайырлы күн, менің қымбатты көрермендерім. Сіздерге Айзаттан жалынды жаздық сәлем. Бүгін сіздердің назарларыңызға атылмайтын, дәмін бұзбайтын, қыста рахаттанып отырып ішетін ассорти компоттың рецебін ұсынамын. Рецепті жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен банкамызға жабатын қақпақтарымызды 3-4 минуттың көлемінде қайнатып стерилдеп аламыз. Ал банкаларды жылы суда ас содасымен жақсылап тазартып жуып аламыз. Мен 3 литрлік банкаларды қолдандым. Сонымен қатар банкаға салатын барлық жемістерімізді жақсылап тазартып жуып аламыз. Келесі кезекте банкаларымызды стерилдеп аламыз. Әркімнің стерилдеу әдісі әртүрлі. Мен сіздерге ең оңай жолын көрсетемін. Яғни әр банкаға 100-200 мл қайнап тұрған ыстық суды құйып 10 минутқа қақпағын жауып қойып қоямын. 10 минут уақыт өткен соң әр банканың суын төгіп тастаймын. Келесі кезекте жемістерімізді әр банкаға орналастырып шығамыз. Мен бұл жерде нектарин, алма, өрік және слива қолдандым. Компот жабуда ескеретін өте маңызды жайт, жемістердің барлығы қатты болуы қажет. Яғни қатты түрін таңдаңыздар, жұмсақ түрін қолданатын болсаңыздар, олар компоттың ішінде езіліп кетеді. Әр банкаға қанша жеміс салу керек десеңіздер, әр банканың 1/3 бөлігі жеміспен толтырылуы қажет. Егер 1/3 бөлігінен көбірек саламыз десеңіздер, өз қалауларыңыз. Келесі кезекте сақырлап қайнап тұрған суымызды әр банкаға толтырып құйып шығамыз. Стерилденген қақпақтарын жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Ассорти компотын 4 емес, 2 немесе 3 түрлі жемістен жасауға болады. Достар, бір ғана жемістен жасалған компоттан гөрі осындай ассорти қылып жасалған компоттың дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін. 20 минут уақыттан соң әр банкамыздағы суды, суды қайнатып алған ыдысымызға қайтадан төгіп шығамыз. Достар, менің қысқаға банка жабуым компот жабудан басталды. Алдағы уақытта сіздердің назарларыңызға қияр тұздаудың, әртүрлі қыстық салаттар дайындаудың, компоттардың және соктардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Сол үшін арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Әр банканың суын төгіп болған соң, жоғары отқа қойып, әр 3 литрлік банкаға мен 250 грамм қант қосамын. Яғни 4 стакан қантты қосып, су қайнағанша күтемін. Қантты салып болған соң, жақсылап араластыруды ұмытпаңыздар. Егер сіздер 2 литрлік банкаға компот жабатын болсаңыздар, 150-180 грамм қант салсаңыздар болады. Суымыз қайнауға жақын қалған кезде жарты шай қасық лимон қышқылын қосып жіберіп жақсылап араластырамыз. Лимон қышқылын компот қысқа дейін өз дәмін бұзбас үшін, яғни көгерген дәмі шығып кетуі мүмкін. Сондай жағдай болмас үшін қосады, сәл ғана жарты шай қасыққа толтырмай. Егер қаламасаңыздар, онда оны мүлде қоспай қоюға да болады, бірақ мен сенімділік үшін сәл қостым. Мінекей, суымызды тағы да сақырлатып қайнатып алған соң, жаңағы банкаларымызға тағы да толтырып құйып шығамыз. Банка жапқыш кілтпен әр банкамызды бұрап шығамыз, және де міндетті түрде су ағып кетпеуін, яғни мықтап жабуын қадағалаңыздар. Сонда банка атылмай жақсы сақталатын болады. Банкаларымызды төңкеріп, көрпемен орап, бір күнге қалдырамыз. Бір күннен соң банкаларды погребқа түсіруге, немесе пәтерде тұратын болсаңыздар, пәтерде сақтай берулеріңізге болады, еш бұзылмайды. Тек күн түспейтін көлеңке жерде сақтасаңыздар жеткілікті. Достар, егер сіздерге менің видеом, рецебім ұнаған болса, маған қолдау көрсетіп кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.